Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді өрік тосабын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең әуелі өрігімізді жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Ең әуелі жуып тазалап қойған өрігімізді осылай ортасын екіге бөліп, пышақпен немесе қолдың көмегімен де жасауға болады. Екіге бөліп ортасындағы сүйегін алып тастайтын боламын. Барлығын осылай алып тастаймыз. Қайнататын ыдысымыздың түбіне 4 ас қасық су құямыз. 4 ас қасықтан көп құйып жібермеңіздер, өйткені су көп болып кетуі мүмкін. Суымызды құйып алғаннан кейін үстіне тазалап алған өрігімізді салатын боламыз. Өрігіміздің барлығын бірден салып, қантымызды 3-ке бөліп қайнататын боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, 3-ке бөліп қайната отырып көбігін алатын боламыз. Көз мөлшерімен мен 3-ке бөліп салдым. Осылай баяу отқа асып, астын араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Араластыра отырып, бетіне көбік шығады. Сол көбікті ақырындап отырып алатын боламыз. Өздеріңіз байқағандай, кәдімгідей көбік шығатында. Еттен шыққан көбік сияқты бұл жерде баринадан да осылай өріктерден көбігі шығады. Бұл көбікті міндетті түрде алып тастау керек. Бір бұрқ еткізіп 5-6 минут қайнағаннан кейін тағы да қантымыздың жартысын, яғни 3-ке бөліп саламыз және қантымызды. Соны қайтадан салып, тағы бір бұрқ еткізіп көбігін алатын боламыз. Соңғы қантымызды салып, тағы 5-6 минут қайнатып аламыз. Осыменен біздің өрігіміз, тосабымыз, яғни дайын болып қалды. Банкымызды алдын ала жуып, буылап, дайындап қоятын боламыз. Алдын ала жуып, буылап қойған банкамызға бірден ыстықтай құйып, қақпағын жауып, суытып қоятын боламыз. Суығаннан кейін ғана холодильникке қойыңыздар. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Әлі көптеген рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Нұргүл.